Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналда қазақ тілі 3-ші сыныптың 80-ші сабағын өтеміз. Сабақ бүгін біз 56-59-шы жаттығуларды орындаймыз, иә? 56-шы жаттығу өлеңді түсініп оқы. Үйрену. Ұзын құйрық инелік, инелікке тимелік. Түк шадықты жасадық, инеліктен үйреніп. Суда жүзген балықты бақыладық байыпты. Соған қарап жасадық, біз сүңгуір қайықты. Аққұманның оттағы бүлкілдейді қақпағы. Соған қарап белгілі паровозды тапқаны. Аяз шебер суретші саналады әсем суретті. Терезені оюлап өрнектеуді үйретті. Бұл Абдрахман Асылбековтен екен, иә? Ары қарай келесі сұрақтарға жауап бер. Ғарышқа ұшу қалай пайда болды? Ғарыштық дәуір алғаш рет бұрынғы КСРО-да ең алғаш жасалынды жер серігінің жасалуымен басталды. Ракетті сәтті ұшырылып 5 минуттан соң спутник бөлініп шығады. Адам қайықты қалай ойлап тапты? Бастапқы кезде қайық есебінде жыртқыштың түрлері пайдаланылған. Қайықшылар бағыт-бағдарды айқындап, желдің соғу бағытын ескеріп отырған. Содан кейін барып діңгектер шығарыла бастаған. Бу машинасы қалай дүниеге келді? Бу машинасы Англияда 19-шы ғасырда пайда болды. Оны ойлап тапқан Уат болды, иә? Ары қарай келесі 57-ші жаттығу сөз жұмбақты шеш. Құйрығы айыр құс, қарлығаш. Балды жақсы көретін аң, аю. Оқу құралы кітап. Қысы жазы жасыл түстегі ағаш, шырша. Жаңбырдан кейін пайда болатын түрлі түсті доға, бұл кемпір қосақ. Сөз жұмбақтың шешуі ортасындағы сөз әріптерді алатын болсақ, шатыр деген сөз шығады екен, иә? Бұл шатыр деген сөзді біз енді тәуелдейміз қазір. Тәуелдегенде, яғни үш жақта тәуелденеді, иә? Яғни бізде тәуелдену деген не? Менің, сенің және сыпайы түрі сіздің және үшінші жақ оның деген, иә? Яғни сол бойынша біз қазір жекеше түрде және де көпше түрде тәуелдейтін боламыз. Жекеше менің шатырым, сенің шатырың, сіздің шатырыңыз, оның шатыры. Көпше менің шатырларым, сенің шатырларың, сіздің шатырларыңыз, оның шатырлары. Яғни көпше түрде, жекеше түрде біз осылайынан тәуелдейтін боламыз. Түсінікті деген ойдамын. Енді ары қарай келесі біз тапсырманы орындайтын боламыз. Балалар, сабақ ұнап жатса лайк басып тіркеле кетіңдер. Біздің каналда мәтіндер, сөйлемдер басқа каналдарға ұқсамайды. Яғни біз өзіміз ойымыздан құрап, яғни дұрыстап құрап беретін боламыз. 58-ші жаттығу төмендегі сөйлемдерден адырна мәтінін құрастыр. Бірінші, сонан кейін мүйізге жағалай құлақтар бекітіліп шектер байланады. Екінші, адырнаны дайындау үшін алдымен ағаштан құрап шанақ мүйіз жасайды. Үшінші, дайын болған аспапты екі тізенің үстіне қойып, оң сол және сол саусақтармен оңдайды. Төртінші, сонан соң шанақтың үстімен қапталады. Алдымен, сонан кейін, сонан соң ақырында сөздерін пайдаланып, зат есімдерді талдау үшін не істеймін тақырыбында 7-8 сөйлемнен тұратын мәтін құрастыр дейді. Енді қарайық, балалар. Мына жердегі адырна мәтін бірінші құрастырайық, иә? Адырна мәтінінде біз жерде орындар ауысып кеткен екен, сол орындарды қояйық. Адырнаны дайындау үшін алдымен ағаштан құрап шанақ мүйіз жасайды. Сонан соң мүйізге жағалай құлақтар бекітіліп шектер байланады. Сонан соң шанақтың асты-үсті терімен қапталады. Дайын болған аспапты екі тізен үстіне қойып, оң қол және сол саусақтарымен ойнайды. Яғни мәтін осылайынан құралады, иә? Алдымен, содан кейін деген сөздерді қолдандық. Енді 59-шы жаттығуда берілген тақырыптың біреуімен хабарлама жаз деген. Зат есім туралы не білдім, немесе сөйлемімізде зат есім қандай рөл атқарады. Мен мысалға екіншісін алдым, сөйлемімізде зат есім қандай рөл атқарады. Ол бізде әрі маңызды үлкен рөл атқарады. Егер зат есім болмаса, онда барлық сөздердің мағыналары жойылып кететін еді. Тіпті олардың есімдерде жоқ болып кетер еді. Сондықтан зат есім сөйлеуімізде және жазуымызда рөлі өте маңызды. Зат есім сөйлемде үлкен рөл атқаратын болғандықтан
оны жақсы біліп жазуымыз керек. Мінекей балалар, осылайынан біздің мәтініміз аяқталады, сабағымыз аяқталады. Соңына дейін көргендеріне рахмет. Сабағына лайк басып тіркеле кетіңдер. Сау болыңдар.